Қайырлы таң, қалайсыздар десе. В общем, ұйқымыз қанды. Менің нем жарым таңғы шай істеп жатыр. Әне, кәне, әне. Азанда тұрса балық қуырып қойыпты мә деп ше. Қараңдаршы, балық қуырып қойыпты азанмен тұрып. Торт жасап қойыпты еще. Саған салатын нәрсе керек. Әне, пысық өзі. Ол тәтем кешкі 6-тан енді тұрды ғой, короче. Ешқашан ұйықтамаған шығар. Ой. В общем, шай тамағымызды ішіп, ағам үй жағына барамыз. Жаңа сторис алдым ғой. Маникюр жүрді, шортымен, футболкамен. Сол бәрі жазып отыр екен де, ойбай, түсе салып, неге бұлай жүруге ұят емес пе, анау-мынау деп. Біз бөлек тұрамыз. Менің әке-шешем ағамен тұрады. Бізге өзіміз үйінеміз, маникюр шегеміз, сол себепті бұл үйді жүре береді. Ал әке-шешем үй жағына барған кезде міндетті түрде басына орамалы, үстінде халаты болады. Так что жаман ойлап қалмаңыздар. Жазбаңдар олай. Иә, олай жазбаңдар. Жынды емеспіз ғой, бізде жүргізіп қоятын. Өз үйімізде, үйде екеумізде басқа ешкім жоқ, сол себепті можно. А там нельзя. Здесь можно, там нельзя. Иә, осы. А? Сол. Достар, бәріне сәлем. Шымкент қаласында суррогатный аналармен жұмыс жасайтын және де дәл қазіргі сәтте өзі Кипрда суррогатный ана программасына кіріп отырған бір агент және де суррогатный мама бар. Есімі Әсел. Жеке маған өзіме $500, яғни 270 мың теңге қарыз. Шымкент қаласында тұрады. Кипрда программада суррогатный ана болып жүр қазір. Қазіргі таңда бірақ ол Қазақстанда, Шымкентте. Суретін ол жаққа қойып қоятын боламын. Танитын жан болса, сәлем. Дұғай, Айзадан саған сәлем деп айтыңыздаршы, өтініш. Мені блокқа салып тастап, қашып, ақшамды бермей жүргеніне. Енді Алла кешірсін, конечно, ол адамды. Ол адам енді өзі не істеп отырғанын өзі білмейтін де шығар, бірақ деген бұл іс былай қойма. Біз Байсеркеден кетіп жатырмыз. Уже дамып өсетін кез келді. Байсеркеге үлкен рахметімізді айтамыз. Біз қанша 2019-дан бері мама саудада осы Байсеркеден бастап ашты. Сол нәрсені қазір біз жауып қаладан ашып жатырмыз. Қалаға бізге жақын болады. Мынау бәрін міне көшіп, қонып, көшіп жатырмыз, полны кетеміз. Аңыздың жылы сөздеріңізге үлкен рахмет, қолдап, тілектеріңізді, баталарыңызды айтып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Я вас люблю. Сол қазір Байсеркені задний фон бәрін білесіздер, сол жабылып жатырмыз. Бұл жаққа басқа адамдар келеді, біз кетіп жатырмыз. Короче, бізге енді қаладан Байсеркеге келіп, Байсеркеге жұмыстан кейін қалаға бару тяжко да, сол үшін біз бұйырса қаладан ашыламыз. Оны да в курсе вас буду держать, міндетті түрде қарап отырасыздар, қаладан ашыламыз. Содан кейін қаладағы магазинге келіңіздер бізге, если что. В общем, не Шаша былай. Шашу. Шашу жинаймыз. Әлішердің Аягөз екеуінің ұрысқан кезінде де бірге болғанбыз. Қуаныш сәттерінде бірге болғанбыз. Сондықтан екеуіне тек қана бақыт тілейміз. Бұйырса Аягөздің жылы қабақпен танытып, жылы үйде. Всем привет. Қалайсыздар? Біз мұндамыз десем. Бүгін, кстати, өпемізге 1 ай болды. Бақыт деген енді уже расын тез өтіп жатыр. Бірнеше күннен кейін қырқымыздан шығамыз деген сияқты. Соған орай бүгін енді шарбалатып күйеуім екеуміз ресторан іздеп шығып бара жатырмыз. Сол көбіне мен үйдемін, енді әлі 40 күн болмағаннан кейін өпемнің қасындамын ғой пока. Сол